Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерменен Binance P2P арбитражда мейкер статусын қалай аламын, сол туралы қысқаша түсінік беретін боламын. Мейкер статусын алу үшін ең алдыменен Binance приложениесіне тіркелгендеріңізге 30 күн болуы қажет. 30 күн болғаннан кейін сол 30 күннің ішінде сіздер тейкер ретінде 20 сделка жасауларыңыз қажет. Яғни осы мейкерлердің шығарып отырған объявлениелерінен сіздер өздеріңізге қажетті суммада, яғни өте үлкен көлемде емес, әрине аз-аздан, яғни 5000 теңгеге 10 000 теңгеге сатып алып отырасыздар. USDT сатып аласыздар 5000, 10 000 теңгеге. Сосын сатқан кезде дәл сол 5000, 10 000-ды қайтадан сатпайсыздар. Келесіде, мысалы 8 000-ға сатыңыздар. Яғни айтқым келгені, дәл сіздер 5000 теңгеге USDT-ді сатып алып, сразу сол дәл 5000 теңгеге сатып жібермеңіздер. Сатып алған кезде 10 000 теңгеге USDT сатып алыңыздар. Сатқан кезде 6 000, 7 000 теңгелік USDT-леріңіз сатыңыздар да, қалғанын ұстап қалыңыздар. Ал келесіде тағы да USDT сатып алған кезде 6 000, 7 000 теңгелік USDT сатып алып, келесі сатқанда 5 000-ға сатыңыздар. Яғни сөйтіп суммаларын өзгертіп отырыңыздар. Сосын 20 сделканы бір уақытта жасамаңыздар. Яғни бір күннің ішінде немесе арасына бір минут салып, сағат салып деген сияқты жасамаңыздар. Ондай болса Binance сіздерден күдіктеніп, сіздердің ақшаларыңызды заморозкаға қойып тастауы мүмкін. 20 сделканы сіздер мысалы таңертең USDT-ді 10 000 теңгеге сатып алсаңыздар, кешкісін соның 6 000 теңгесін сатыңыздар. Ертесі күн таңертең тағы да бір 6-7 000 теңге USDT сатып алып, кешкісін 10 000 теңгеге сатып деген сияқты, солай жай-жайдан 20 сделканы толтыруларымыз қажет. Барлығын бір күннің ішінде бітіріп тастауға болмайды. Бұлар өте сақ, Binance приложениесі барлығын тексеріп, қадағалап отырады. Сосын келесі түсіндіретін нәрсе, тек қана бір банкпен ғана жұмыс жасамаңыздар. Бір банктың карточкасымен ғана жұмыс жасамаңыздар. Қазір енді Қазақстан бойынша барлық жерінде Халық банкпенен Каспий Голд өте жақсы дамыған ғой, таралған, яғни. Тек сол Халық банкпенен Каспий приложениесі арқылы аударымдар жасап пайдаланбаңыздар. Өйткені банктер де сіздерді қадағалап отырады. Яғни сіздер ертең мейкер статусын алып алғаннан кейін сіздер күнделікті 4-5 аударымдар жасасаңыздар, енді ол кезде сіздер оборотқа ақшаны бұдан көбірек саласыздар ғой. 200 000 саласыздар, біреуіңіз 100 000 саласыздар, 500 миллион деген сияқты. Сондай ақшалардың келіп кетіп түсіп атқандарын банктер біліп қалса, сіздердің карточкаларыңызда блокировкаға салып тастайды. Сондықтан тек қана бір банкпенен немесе екі банкпен жұмыс жасамайсыздар. Барынша көбірек банк карталарын ашып алғандарыңыз жөн. Мысалға, мыналар Центр кредит банкпен жұмыс жасайды, Халық банкпен жұмыс жасап жатыр, Евразийский банк, Жусан банк, РБК, Порте. Сіздер де сол банктерден өздеріңізге карточка ашып аласыздар. Сөйтіп 7-8 банкпенен жұмыс жасайсыздар. Онда да, мысалы, сіз қазір Каспий банк арқылы USDT сатып алдыңыз ғой, сататын кезде Халық банкіне сатыңыздар, Халық банкі бар адамға сатыңыздар. Ал келесіде USDT сатып алған кезде Халық банкі арқылы сатып алыңыздар. Сататын кезде Жусан банкта клиентіне сатыңыздар. Дәл солай әр банк арқылы жұмыс жасап, карточкаларды қыздырып отырасыздар. Сонда барынша сақ боласыздар, әрі карточкаларыңыз блокировкаға түсіп қалмайды. Ал егерде
біздер бұрыннан Binance'та тіркеуде бармыз деген адамдар болса, сіздер 20 сделканы жаңа мен айтқандай жай-жайдан мысалы арасына бір 6 сағат, 8 сағат салып USDT алып сатуларыңызға болады. Мысалы, таңертең бір USDT сатып алсаңыз, бір 7-8 мың теңгеге, бір 6 сағаттан кейін 5 мың теңгеге сатып жіберіңіз. Ол да жаңағыдай, мысалы, Халық банктен сатып алсаңыз, Каспий банкке сатыңыз. Сосын тағы бір 6 сағатты ортаға салып, Халық банк арқылы USDT сатып алып, тағы да бір ортаға сондай бір сағаттар салыңыз, өте бір 6 сағат, 8 сағат салып, Жусан банкке сатыңыз деген сияқты. Сөйтіп карталарыңызды қыздырыңыз, әрі арасына ұзақтау уақыт салыңыз. Дәл солай жұмыс жасасаңыздар, 20 сделканы сіздер бір аптаның ішінде, 10 күннің ішінде бітіріп тастауларыңызға болады. Солай мейкер статустарын ала аласыздар. Мейкер статусын алғаннан кейін сіздер мына жерге объявление бересіздер ғой. Объявление деген жерге өздеріңіздің объявлениелеріңізді шығарасыздар. Мысалы, мен осындай бағаға, осындай суммада, осындай карточкаларыңызды қалдырып кетесіздер. Халық банк болса Халық банк, Каспий болса Каспий, Жусан болса Жусан номерлермен қалдырасыздар, аты жөндеріңізбен қосып сатып аламын депті. Содан сізге оны бір жаңадан бастап келе жатырған трейдерлер сізге өздерінің USDT-лерін сататын болады. Сол кезде мейкер статусын алғаннан кейін сіздің кошелегіңізге алғаш мейкер болғаннан кейінгі USDT келіп түскен кезде Binance сіздің USDT-іңізді 24 сағатқа заморозкаға қояды. Ол өзі Binance-тың шарты, яғни талабы. Сіз ол ақшаны шығара алмайсыз, ала алмайсыз, аудара алмайсыз. Ол сол жерде 24 сағатқа тұруы қажет. 24 сағаттан кейін Binance өзі босатады ақшаңызды, содан кейін жайлап ары қарай жұмыс жасап кете берулеріңізге болады. Дәл осылай мейкер статусын ала аласыздар. Енді бұл жерде тек ауызша айтып жатырмын, қарап отырсаңыздар, бірақ мен ешқандай да мына жерде сауда жасаған жоқпын. Көріп отқандарыңыздай сатып алған жоқпын, сатқан да жоқпын. Бұл жерде де негізінде осы жарнамаларын, объявлениелерін шығарып қойған мейкерлердің өздерінің талаптары болады. Мысалы, мына купить дегенді басып жіберсеңіздер. Мінекей, қазір көрсетейін сіздерге. Мына жерге өзіңіздің ақшаңызды саласыз ғой. Мысалы, маған пәлен мың қажет деген. Өз төмендерін қарасаңыз, міне условия деген бар. Мінекей мына жерде. Өздерінің условиясын жазып қойған. Мысалы, 3-ші адамды қабылдамаймын. Сіз ақшаны аударғаннан кейін мен сізге сразу USDT-іңізді аударамын деген сияқты өздерінің шарттарын жазып отырады. Солардың барлығын оқып, қателеспей аударып ақшаларды. Ақша келіп түскеннен кейін подтвердить етіп, мысалы, ол адам ақша аудармай қалып жатса, сіз сразу подтвердитті баспауыңыз керек. Ол сізге ақша аударғанына көзіңіз жеткілікті болып, сенімді болғаннан кейін ғана басасыз. Ал ол егерде сізге ақша аудармай тұрсаңыз, өзі Binance сіздерге жарты сағат немесе 15 минут береді. Сол уақыттың ішінде сіздер екеуіңіз операцияны аяқтауларыңыз қажет. Сол уақытқа дейін ол кісі аяқтамаса, сіз оған апелляция бере аласыз. Яғни бұл кісі ережені бұзды деп. Сол кезде ол Binance сразу ол адамның Binance-ында тұрған USDT-лерді заморозкаға қойып тастайды. Яғни бұл өтірікші деген сияқты да. Сөйтіп сіздің мәселеңіз шешілгенде Binance барынша сізді қолдайтын болады. Егер басқа да сұрақтарыңыз болса, сатып алу, сату жағынан қиналып жатсаңыздар, маған сұрақ қойыңыздар. Тағы да қандай видеолар түсірейін сіздер үшін.
комментарияға жазып кетсіңіздер, лайк басыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.